Қайырлы таң, құрметті достар. Баршаларыңызға телеграм каналдарды, мен өзім негізі телеграм каналдардың көбісіне подписанымын да. Соның ішінде бір блогер өзіне жаңағы телеграм канал ашып, қай жерге өзі инвестиция жасайтын туралы сілтеме қойып қойыпты. Сілтемені басып кірсем, былай деп жазып қойғанда, мен қайда ақша салып жатырмын деп ше. Енді программалар ғой, мынау кәдімгідей программировать етіп қойған. Өзінің қандай қаржылық құралдары бар, қай жерге ақша салып жатырған туралы жаңағы соның ішінен криптаны таңдап қойыпты да. Енді мен де осылай ойлап жүрмін, криптаны екінің бір түсіне бермейді. Бірінші бизнесті товардан бастасам ба дедім. Себебі мысалы мен мына криптаны осы уақытқа дейін жасап келе жатырмыз ғой. Жасаған қанша адамның жаңағы криптаны түсінуге жаңағы мүмкіндіктері жетпей жатыр. Реально қазір адамдар күннен күнге негізі өздеріне жауапкершілікті алуды, енді бұдан былай үйренетін шығар. Мен осы уақытқа дейін жауапкершілік алған адамдарды енді 100% адамның ішінен бір 1% ғана көрдім да. 99% адамда жауапкершілік сезіну деген мүлде жоқ екеніне көзім жетті. Одан кейін мына жерде қараңыздар, түсіндіріп жатыр мына жерде. Суть крипто туралы. Вы покупаете монеты фундаментальных проектов дейді. Дешевле продаете через время дороже дейді. Көрдіңіз ба? Фундаментальный проектлардың монетасын сатып алып, арзанға сатып алып, через время дороже. Бізде де фундаментальный проект бар. Мысалы мен өзімнің алдыңғы істеген платформам фундаментальный проектке жатады. Фундаментальный проект деген не ол вообще? Фундаментальный проект деген именно сол монетаға, мына жерде мына покупайте монеты деп тұр ғой, именно сол монетаны экономика саласына байланыстыру деген сөз. Осы монета аясында экосистема, экожүйе қою деген сөз. Көрдіңіздер ме? Оны бұл жаңағы закрытый клубтарында айтады екен. Бұның жаңағы несі да, мына сайты ше. Одан кейін бұл закрытый клубта жаңағы уақытты анализға сіздерге көп кетірмес үшін дейді, жаңағы соның бәрін өзім қарайын дейді. Сосын оның табысын айтып жатыр, доходность. В среднем дейді, закрываем каждый сделки 15-145% дейді. Ол жаңағы каждый сделка деген токенді сатып алады да күтіп отырады. Енді определенный стратегиямен қысқа мерзімдегі, ұзақ мерзімдегі мына долгий срок дейді, 1 күннен 3 айға дейін осы мерзімде жаңағы ақшаны көбейтуге күтіп отырамыз дейді. Енді қандай қауіп бар, мына жерге жазып қойыпты. Қауіп. Основной риск это долгий период ожидания дейді. Ұзақ уақыт күтіп қалуыңыз мүмкін дейді да. Барлығын осылай жазып отыр. Енді қараңыз. Одан кейін жаңағы барлығын түсіндіріп айтып отыр. Мына жерде ше. Даже если цена просаживается, мы ничего не теряем, пока не продали монету дейді. Көрдіңіздер ме? И түсіндіріп айтып жатыр да, мерде. Салананы қай кезде алдық? Биржа FTX құлаған кезде ол салананың бағасына әсер етті да дейді. Мы дали команду держать. В итоге через год продали в хороший плюс дейді. Көрдіңіздер ме? Яғни бізде, мысалы, біз деп қоямын мен өзім, мысалы, осының айтқандарын барлығын түсінем да, өзім. Енді менің мақсатым, мен сияқты жауапкершілігі, өзіне жауапкершілік алатын, өзінің психологиясы дайын, болашағына капитал жинақтайтын адамдарды жаңағы товарный бизнес арқылы үйреткім келіп тұр да. Себебі бірден адам криптоға келсе, бұны түсінбейді адам. Енді бұрыннан крипто туралы естіп жүрген адам болмаса, екінің бірі түсінбейді да криптоны. Мен соған көзім жетті. Сондықтан дәл қазіргі таңда товарный бизнес арқылы, әсіресе жаңағы менің айтып жатырған Greenleaf'ым бар ғой, Greenleaf. Енді көреміз енді қалай, енді бірінші шаг басталды. Мысалы, мен кеше бір партнерді жаңағы Greenleaf қалып бардым. Greenleaf'тің полный презентациясын тыңдады да. Енді күнделікті бұл Greenleaf'та да мені алып жаңағы сабын порошок сату емес менің мақсатым. Greenleaf'та сіз өзіңіздің күнделікті үйге пайдаланып жүрген жаңағы сабын порошоктарыңыздан өзіңізге бизнес жасау. Яғни менің мақсатым
жаңағы өзінің қалай деп айтады, умный покупатель дейді ғой. Мысалы сіз өзіңіз ол сабын, порошокты, шампунды жаңағы бәрібір де магазиннен болмаса базардан сатып аласыз. Магазин, базар сізге ешқандай қалтаңызға кэшбэк бермейді. Берген күнде де процент аз. Оны еще теңгеде береді. Мына жақта сіз PV-ді алады екенсіз. И плюс маркетинг 9 түрлі. 9 түрлі жақтан табыс түседі екен. Соны бәрін жақсылап қарағаннан кейін шынында да не істеп жүрмін мен? Криптодан болмаса, енді криптодан жаңағы түсінбей жатыр ғой екінің бірі. Мен осы товарный бизнестен бастап ары қарай уже содан тапқан ақшасын үйренем деген ниеті болса адамның, ары қарай меңгерем, мен үйренем десе, оны постепенно крипто әлемге, цифрлық әлемге, блокчейн технологияға, биржамен жұмыс жасап ары қарай өзім үйрететін боламын деп шештім да. И мына жерде инвестициясын түсіндіріп жатыр. Минимальная инвестиция дейді $100, для участия в клубе бюджет на торговлю $1000 дейді. Көрдіңіз бе, бұлар да өздерінің клубын создавать етіп жатыр. Бізде бұл клуб тұр ғой, дайын ғой. Дайын клуб тұр да. Оның жаңағы дайын клубқа кіргеннен кейін ақша салып қойып отыра беру емес, ары қарай соны меңгеруге үйренем деген адамдарға мүмкіндік өте көп та. Бірақ оны адам осознанностьтан бастау керек қой. Яғни бізде осознанность жағы артта, яғни жауапкершілікті өз мойнына алып, мен өзім білімді дамытамын, мен әрекет жасаймын деген енді тіл тигізбей ақ қояйын, ондай адамдар саусақпен санарлық болып тұр да. Енді қалай бастауға болады дейді. Если еще ничего не понимаете в крипте или только осваиваете, начните с базового курса дейді. Қараңыздаршы, базовый курс жасап қойған 15 практический уроктан. И оның бағасы $49 тұрады екен. Мен осыны негізі тегін бастадым ғой, тегін. Үйретейін, келіңіз үйретейін деп. Енді ойлап отырмын, мен де тегін үйретпеймін. Неге мен тегін үйретеді екенмін? Егер тегін үйретуге адамның құлқы болса, мысалы тегін үйренемін мен десе, онда ол міндетті түрде менімен бірге Greenleaf'қа келіп, тіркеліп, біріншіден менің артымнан тіркеледі, екіншіден өзінің үйіне тауар алады, үшіншіден Greenleaf жақтан да параллельно ақша табады. Бұл жерде де ол келген адамға үлкен мүмкіндік та. Ары қарай жаңағы ол келді маған Greenleaf'қа, бизнес жасамағанның өзінде тіркелді, өзіне жаңа скидкамен тауар алу үшін, мысалы 50 000 теңге екен ғой скидкамен тауар алу үшін, бизнес жасамайын, тек қана скидка деген. И плюс оған ары қарай уже меңгерем десе, осы саланы, жаңа крипто саланы, мен оған уже тегін үйретемін, себебі ол менің командам Greenleaf'тан. Ал енді ары қарай Greenleaf'тан ары қарай мен криптоны меңгерем, криптоның саласын меңгерем десе, мен ары қарай алып кете беремін, үйретіп кете беремін. Яғни тегін үйренуге болады, егер сіз Greenleaf площадкасына менімен бірге командаға жұмысқа кірсек. Енді команда болып біріншіден өз бизнесіңізді дамытасыз, ол жақта да өзіңіздің жанұяңыздың күнделікті пайдаланып жүрген өнімін 50% скидкамен пайдаланатын боласыз. Ары қарай уже менімен бірге жаңағы криптоның цифрлық әлемнің құндылықтарын үйренуге әрекет жасайсыз. Цифрлық әлемнің құндылықтары да оңай емес, сондықтан ақшаңызды шығарғыңыз келмесе, солай әрекет жасасаңыз болады. Одан кейін қараңыз, өзінің сайты мынау торговый ботта жұмыс жасайды екен. Қараңыз, торговый ботта. Сосын ретродропы подключ дейді. Аэродроптарға қатысады. Бәрібір бұл жерде де ақша салады. Көрдіңіздер ме? Ақшасыз тірлік жоқ. Ақша салмасаңыз сізге ешкім ештеңке айтпайды. Көрдіңіз бе? Частный криптофонд. Өзі частный криптофонд ашыпты. Минимальная инвестиция $2000 дейді. Пожалуйста. Минимальная инвестиция $2000. Көрдіңіздер ме? Частный криптофонд түсіндіріп жатыр, риски, қандай қаупі бар. Который зависит от одного человека. Бір адамнан байланысты. Если с ним что-то случается, ваши деньги пропали дейді. Человек находится физически в Украине, что тоже повышает риск дейді. Значит, человек $2000 адамдардан жинап, криптофонд продажа жасап отыр да. У меня там лежат деньги с начала 22 года. Выплаты были всегда по графику, без лишних напоминаний дейді. Яғни оның өзі біреуге ақша беріп, қосымша ақшасын айландырып жатыр.
енді тағы да басқа платформаларға ақша салғанын көрсетіп жатыр. Мына жерде мынау өзінің жаңағы диверсификация жасаған ғой мынау. Содан кейін сағат дейді. Rolex деген сағатты білем, басқасын білмейді екенмін. Тоже с целью продать их через время дороже дейді. Сағат алып сатады екен да мынау. Это долгосрочная инвестиция, дополнительная мотивация покупки часов, фиксация средств и диверсификация из более рискованных активов дейді. Я купил себе часы именно с вышеописанной мотивацией и получить доходность в среднем без процентов. Единственный риск изначально купить подделку дейді. В других случаях, если осознанно шли на эту инвестицию, то рисков не вижу дейді. Минимальная инвестиция $10,000 дейді. Көрдіңіздер ме? Осындай жетістікке бұлар бірден бара салған жоқ қой. Бірден бара салған жоқ. Бұлар да уақытысында өзінің психологиясын дайындап, осылай келді. Бір сөзбен айтқандашы. Мен кәдімгідей өзінің сайтын көрсетіп тұр ғой. Енді қараңыз. Бұйырсаудай осылай жұмыс жасау әркімнің қолынан келеді, бірақ олай жұмыс жасау үшін әр адамның психологиясы дайын болу керек. Мысалы, қалай дайын болу керек психология? Өзіңіздің осы өміріңізге сіз қанағаттанасыз ба? Қанағаттанбайсыз, Мысалы, мен қанағаттанбаймын да, содан кейін әрекет жасап жатырмын. Бір жерге барам, құлаймын, мына өмірдің өзі тек қана мынадан тұрмайды ғой, обязательно мынадан тұрады. Ал осыны жеңген адам міндетті түрде мынаған шығады. Дәл қазір менің де ситуациям мынада, мен плотно құладым қазір. Мен почти жерде жатырмын деп айтсам болады, мына жерде. Басым жарылып, жаңағы миым шайқатылып, жүрегіме стресстер алып деген сияқты. Енді мен де әрекет жасап жатырмын. Осы бүйтіп құлақпаған жерінен орнымнан тұрып, үстімді қағып, жан-жағыма қарап, көз жасымды сүртіп, мен білем, мені өзімнен басқа ешкім мені тұрғызбайтынын, мен білем, көзімнің жасын өзімнен басқа ешкім сүртпейтінін. Сондықтан мен көзім жасын сүртіп, бет қолым жуып, айнаға қарап, шашым тарап деген сияқты әңгіме ғой, әрекет жасап жатырмын. Яғни мен уже жаңағы криптаны маған Қазақстан нарығында мен жасаған компанияны ресми жұмыс жасатпайды. Мен көзім жетті. Дәл қазіргі таңда нарыққа талас жүріп жатыр. Сондықтан компания Қазақстан нарығында ресми жұмыс жасап документациясын реттесе, мен міндетті түрде Қазақстан нарығында айқайлап жұмыс жасайтын болам. Қазіргі таңда именно бұл компанияны Қазақстан нарығында айқайлатпай даусын шығармай жатыр ғой енді. Оған қарамастан басқа нарықта жұмыс жасауға болады. Бұл саланы мен ешқашан тастамаймын, қайттан қайталап айтамын, себебі бұл жерде менің ақшам жатыр, менің активім жатыр, менің жинақтаған неше жылдық еңбегім жатыр. Сондықтан еңбегімді әрине мен далаға шашқым келмейді. Тем более бұл сала жаңа сала, бұл сала блокчейн технология, бұны ешқашан тастамаймын. Ал бірақ қазір нарықта жұмыс жасау үшін жаңағы мен өзім жоғарыда айтып кеттім, Greenleaf площадкасы күнделікті өзімнің тауарларымды, мысалы шампуным бар ма, сабыным бар ма, порошогым бар ма, ыдыс жуатын құралым бар ма, барлығын мен итак магазиннен алып жатырмын. Химия еще оның барлығы, Мен дәл қазір сол химияны эко өнімге ауыстырамын да, ары қарай уже химиядан экоға ауысатын адамдарға қолымнан келгенше көмектесіп, ол жақтан бизнестен өзіме табыс табуға әрекет жасап жатырмын дәл қазіргі таңда. И ары қарай ол тапқан табысын диверсификация жасап, мен осы табысымды сақтаймын, жинақтаймын десе, мен оған міндетті түрде жаңағы қаржылық сауаттылықтан өткен сабақтарымды ұсынамын. Яғни сіз тапқан табысыңыздың 100%-тен 10%-ін жинақтаңыз, оны актив ретінде қай жерге сақтай аласыз. Мысалы, мен осындай активке сақтап жатырмын деген сияқты өзімнің сақтап жатырған бағытымды көрсетіп, ары қарай сақтауға ниетті болса, биржа, криптовалюта, цифрлы кошелек деген бағыттарды түсіндіріп, ары қарай сол саланы меңгертуге, үйретуге бар күшім салам. Яғни қазіргі таңда мен сіздерге Қазақстан нарығында жұмыс жасауға болатын Greenleaf площадкасына команда жинап жатырғанымды айтып жатырмын. Егер сіз крипто саланы толық меңгеруді қаласаңыз, менімен бірге менің командама қосылыңыз. Мен дәл қазір команда единомышленников, яғни өзінің өміріне жаңағы енді шүкіршілік әрине, бірақ соған не дейді, шүкіршілік деп отыра берсең ұзақ отырасың ғой негізі. Әрекет жасаған адам ғана тығырықтан шығады. Сондықтан шүкіршілікпен бірге, Алла тағалама жаңағы мадақпен бірге, Алла тағаламның көмегімен бірге
біз өзімізді тығырықтан алып шығуға әрекет жасауымыз керек. Яғни әрекетті мен криптодан бастаған едім. Крипто мысалы волатильный болғандықтан, енді волатильный деген нарық жаңағы біресе көтеріліп біресе түсіп кетеді. Ондай кезде негізі адамдар түсінбейді да, көтерілген кезде сенде команда болады да, құлаған кезде команда сені қарғап өзіңе қарсы шығады ғой. Сондықтан сондайдан әрине алла тағалам сақтасын. Мысалы порошок сабын бәріне керек қой адамдардың. Сондықтан мен содан бастап күнделікті өзіңіздің тұтыну тауарларыңызды пайдалана отырып Greenleaf платформасынан 9 түрлі табыс табуға қалай қарайсыз? Егер сіз менің командама қосыламын десеңіз, міндетті түрде мен өзімнің WhatsApp номерімді осы жерге жазып кете салайын, прям экранға жаза салайын. 8778 450 4110. Мысалы мен сияқты шешім қабылдап, мен осыдан бастайын дегендеріңіз болса, шығыңыздар, бірге жұмыс жасаймыз. Мақсатым қаржылық сауаттылықты толық меңгеріп, инвестициялық сауаттылықты меңгеріп, одан ары қарай саяси сауаттылықты қалдырмай, себебі біздің Қазақстандың саясатын түсіну керек та, бұл бизнестің тілін түсіну үшінші. Сондықтан жан-жақты сауаттылықты дамыта отырып, өзімізге капиталды криптода жинаймыз ба, акция, облигацияда жинаймыз ба, қандай акцияны алуға болады болашақта, ол теманы да қосымша үйренуге әрекет жасаймын. Ең бастысы, санаңыз дайын болса, өзіңізді үлкен бизнестен санаңыздағы ақшаны жаңа қалтаңызға түсіргіңіз келсе, ақшаны жүрекке емес, уысыңызға, қалтаңызға түсіру ниетіңізде болса, міндетті түрде байланыс аясына шығыңыз. Мен как раз сондай адамдарға вакансия ашып қойдым. Вакансия әзірше бос. Сондықтан командаға қосылуға әрекет жасап, ниеттеріңіз үлкен ақша болса, енді үлкен болашақ капитал болса, біздің командаға қосылуға әрекет жасаңыздар. Сөзді көбейтпей, 90 ауыз сөздің толықтай түйіні өзіме, командаға, саналы, болашағына капитал жинақтайтын адамдарға, болашақ бизнес әріптестерге вакансия ашып қойдым, құрметті отандастар.